Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгінгі біз Edu платформасындағы сайтта өзгертетін жаңа нелеріміз. Мына Edu'дың логотипін өзгертеміз, мына нөмірді өзгертеміз. Сонымен қатар мына задний фонды үлгеріп атсақ, мына названиені өзгертетін боламыз. Ол үшін Edu'дың администратор несіне кіріп, осы жерден мысалға бізге керек, мысалы қазір логотип керек болса, логотипті өзгертетін болсақ, логотипті тауып етіп аламыз. Ол үшін логотип, загрузка файл, логотип. Осы логотипті тауып етіп алайық. Сосын блокиге кіреміз, логотипті басамыз, логотип шығады. Үш жерден үш тілде логотип, үш тілде тұрады. Сонынан мысалы өшіріп тастай саламыз. Сосын вставить етеміз логотипті үш жерге. Вставить етіп көрейік. Кішкентай қолда. Өзінің ете берейікші. Өйстіп үшеуіне де қойып шығамыз. Ағылшынға қойдық. Сохранить платформасын басамыз. Ағылшынға қойсақ, бізде логотип мына жерге келетін болады. Үш тілге өзіңіздің логотипті қойып шығасыз. Енді бізге керегі ана задний фонды өзгерту керек болады. Ол үшін қайттан сурет добавить ете аламыз. Задний фонға сурет қоямыз. Осыны әзірше қоя тұрайық. Фонды. Страницаға кіреміз. Страница кіремізде главный страница деген тұратын жерде. Главный страницадан уберить тип. Обзорды басып, мынаны давайте етеміз. Бұл өзі автомат түрде шығып тұрады, үш тілге. Сохранить басамыз, мынаны обновить етеміз. Вот, міне шықты картинка. Енді бізге керегі енді мына нөмірді өзгертеміз. Ол үшін переводиға кіріп, мына жерге мысалға нөмірде, мына жерде неше жеті салып тұрмын, мына жерде жеті деп жазсақ, осы жерден мет шығады нөмір. Ол үшін бізде нөмір мына жерде дайын тұр. Нөмірді көшіріп аламыз. Сөйтеміз де мына жерге өзіміздің нөмірді қойып шығамыз. Например, осы нөмір мына 703. Мына нөмір сохранить. Қойып, мынаны басамыз. Мынаны қоямыз, басамыз. Енді мына тоже мына жерге. Біреуі үстіндегі нөмір, біреуі астындағы нөмір. Сізде көрсетем. Болды. Енді мына жерде мысалға мына нөмір, сосын мына астында тағы нөмір бар. Міне мына нөмір. Екеуі обновить етіледі олар. Міне нөмір өзгерді. Көрдіңіз бе? Міне нөмір өзгерді. Нөмір өзгерді, мына нөмірді өзгерді. Енді өзіңіз мына жерге мысалға мынадан кейін 8-ден сызықша типі сөйтіп өзгертуге болады енді. Өзіңіздің неңізге байланысты. Артынан істейсіз тамам. Осылай өзгертесіз тек. Перевод етуден өзгертесіз. Фонды өзгерттік, переводта нөмірді өзгерттік.
логотипті қойдық. Логотип жоғарыға да қойылды. Сосын төменге тоже мына жерге логотип қойылды. Мына жерге. Мына жердегі логотипті өзгертуге болады, бірақ оны келесінде де. Email тоже өзгертуге болады. Email'ды тоже өзгертуге болады. Email'ды тоже өзгертуге болады. Email'ды өзгертуге болады. Ол үшін мына жерде дайындық қоямыз мысалы. Поштамызды аламыз да. Осы переводтың ішінде ол email'да тоже үш тілге қойып шығамыз. Мышка вспоминает. Қойып шығамыз. Мына жаққа барып обновить еткен жағдайда міне осы жерге өзіміздің пошта қойылатын болады. Келесіде адресті қоятын боламыз. Мына картинкалерді өзгертетін боламыз. Келесіне видеоға. Енді бізге название өзгертеміз ба? Названиенің орнына мына жерде бізде названиені тоже үш тілге қойып шығамыз. Бізде енді әзірше қазақ тілінде болып тұр название. Бірақ жақын арада қазақ тілі үш тілге жазатын, аударатын боламыз. Үш тілге аударып қоятын боламыз. Обновить етсеңіз, мына жерге названиесі келеді. Бұл названиенің несін, размерлерін размер 50 50-ді мысалға 40-қа қоямыз да. Цвет символы серый, черный или черный круг. Сохранить. Обновить етик. Черный 40-қа қойды. Бүгінгі видеомыз осымен аяқталады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тағы келесіде қандай видеолар түсірейік, сол үшін соны комментарийға жазып, лайк басып, тіркеліп сөйтіп кетіңіздер.